Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық менеджмент курсының басқару модулін ұсынамын. 2011-2020 жылға арналған Қазақстан Республикасы білім берудің белгілі мемлекеттік бағдарламасын дамытудың жаңа білім беру сапасына көшу, білім беру аясының заманауи жағдайларына сәйкес басымды тенденция болып табылады. Білім беру жүйесінің бағдарламалық тапсырмасының қатарына менеджменттің білім берудегі жетілдіруі жатады. Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік экономикалық және саяси үрдістер білім беру ұйымдарының басқару қызметін түбегейлі өзгертті. Өздігінен әрекет жасау арттыра түсті. Осыған орай басшының нәтижеге деген жауапкершілігі де арта түсті. Сөзсіз басшының кәсіби шеберлігі, қабілеттілігі мен жеке сапаларының болуы білім беру ұйымының қоғамдық және әлеуметтік мәртебесін жағымды дамытуға тәуекелді. Мектепке дейінгі білім беру ұйымын жұмыс істеп тұрған мәртебеден дамыту мәртебесіне ауысуға көмектесетін басқаруға деген жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану керектігі анық. Инновациялық менеджмент мектепке дейінгі мекеменің заманауи басқаруы келесіні болжайды. Бірыңғай инновациялық саясат барлық құрылымдық бөлімшелерде қызмет координациясын өткізу, инновациялық қызметтің жоспары мен бағдарламасын әзірлеу, инновацияны жүзеге асыратын қызметкерді басқару, арнайы сарапталған білім берудің жаңа формаларын енгізу, қаржылық дербестікке көшу, бюджеттен тыс құралдарды қолдану, ақылы білім беру қызметтерін ұйымдастыру. Осыған орай заманауи білім беру ұйымдардан тиімді әрі оңтайлы басқаруда білім беру менеджменті, меңгеруші, директор, басшы басқару негіздерін, мектепке дейінгі білім беру тиімді стратегияларын, ұжыммен жұмыс атқарудағы технологияларды меңгеріп, басшының көзбасшы функцияларын атқаруы тиіс. Осыған сәйкес мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының басшыларына арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық менеджмент тақырыбындағы басқару моделінің біліктілігін арттыру курсы келесі өзекті мәселелерді қарастырады. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының дамуы заманауи жағдайында басқару, мектепке дейінгі білім беру ұйымында денсаулық сақтау кеңістігін ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытудың жаңа білім беру типтік бағдарламасына сәйкес тәрбиелеу үрдісін ұйымдастырудағы негізгі талаптар. Теориялық материалдармен танысқан кезде келесі негізгі позицияларын аша отырып, ұсынылған әдебиеттерді мұқият зерттеу қажет. Мектепке дейінгі білім беру даму тәртібіне, басқару шешімдерін қабылдау мен ақпарат талдау, басшының мектепке дейінгі білім беру басқару нәтижеге бейімделген қызметі, мектепке дейінгі білім беру ұйымында басқарудың бақылау сараптамау қызметі. Тәжірибелік тапсырмаларды өздігінен орындау кезде келесіні ұсынамыз. Квалиметрия қағидаларына сүйене отырып, даму үрдісінің жаңа бағытталған әдіс-тәсілдеріне және тәжірибелік маңыздылығына баға беру, мектепке дейінгі ұйымның даму мен жұмыс істеу сапасының тиімділігі, ұйымның даму келешегін болжамдау болып есептеледі. Осыған орай модульді зерттей отырып, менеджмент теориясының әдістемелік бағыты мен басқару қағидасын, білім беру үрдісінің негізгі қызметтерін меңгересіздер. Заманауи менеджмент технологияларын қолдана аласыз. Басқару шешімдерінің тәсілдерін меңгересіз. Мектепке дейінгі ұйымдарының педагогикалық қызметтік ішкі баға беру жүйесін әзірлеудегі дағдыларын, мектепке дейінгі ұйымда білім беру үрдісіндегі денсаулық сақтау технологиясын біріктіру дағдыларын игересіз. Назарларыңызға рахмет.